Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Мен бүгін өздеріңіздің ойларыңызда жүрген жігіттеріңіз болса, соған ашайын деп отырмын. Оның ойы қандай? Алдағы уақытта кездесу болады ма деген сұраққа ашайын деп отырмын. Мен түсіріп жатқан видеоларым сіздерге қызық болып жатса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жігітке ашатын боламыз. Жігіттің маған деген ойы қандай? Маған деген сезімі қандай? Сезімі бар ма? Жігіттің маған деген ойы қандай деген сұраққа келетін болсақ, бұл жігіт сізбен кездесудің қолайлы сәтін күтуде. Қазіргі уақытта сіз оған құпия болып тұрсыз, алдағы уақытта кездесу орын алайын деп тұр. Енді жігіттің сезімі қандай? Барлығын жаңағыдай ұрсып қалған жағдайлар болса, барлығын жаңадан бастау, жаңа махаббат қарым-қатынасты құру деген сияқты карталар көрсетіп тұр. Бұл жерде сізді күтуде, сізге деген сезімі бар. Маған деген сезім бар ма дегенде бір екі ойы бар. Бірақ ол жігіттің сезімі бар сізге деген. Айырылып қалам ба деген сияқты екі ойлы, жігіттің уайымы бар. Бұл жерде сіз оған өте құпия болып тұрсыз. Енді алдағы уақытта кездесу болады ма деген сұрақты ашып көрейік. Алдағы уақытта жігітіңізбен кездесу болады ма? Негізі екеулеріңіздің де кездескілеріңіз келеді. Бұл жерде активный қимылдап, қарым-қатынаста белсенді болсаңыздар, бұл жерде кездесу орын алады. Екеуіңіз де белсенді болып тұрсыздар қарым-қатынаста. Бұл жерде жігіт жұмыс, қаражат мәселесін күтуде. Мүмкін сізге бір тосын сый, подарка, жаңағыдай сыйлық жасауы мүмкін, ұсыныс жасауы мүмкін, өзінің сезімін айтуы мүмкін. Бұл жерде қаражат мәселесін күтуде. Одан кейін сізбен жолығатын бір жолын іздеп жүрген сияқты. Бұл жерде сізге келетін болсақ, сіздің де бір жұмысыңыз бар, сондай самостоятельная, сондай әйел болуыңыз мүмкін. Бұл жерде отбасылы болуыңыз да мүмкін. Отбасылы жағдай көрсетіп тұр. Бұл общий расклад болғандықтан мен общий ашып жатырмын. Егер де сіздерге сәйкес келмесе, өздеріңіздің видеоларыңызды күт деп айтқым келеді. Бұл жерде жаңағыдай қыз шешім қабылдау керек негізі. Нақты болатын, болмайтын бұл қарым-қатынастың. Өйткені бұл жаңағыдай жігіт сіздің сезіміңізді күтіп жүр. Алдағы уақытта сіз ойланудасыз. Сіз оны күтесіз негізі. Ойыңыздан шықпайды, сіз оны күтесіз. Өте сабырлысыз. Және де оған бір ренішіңіз бар сияқты. Мына жерде бір агрессиямен тұрсыз, ренішіңіз бар сияқты. Сол үшін жігіт сізге өзінің сыйлығымен, жаңағыдай өзінің әдемі сөздерімен келуі мүмкін қарым-қатынаста. Енді ары қарай қарым-қатынас жалғасады ма деген сұраққа ашайық. Қарым-қатынас жалғасады ма? Қарым-қатынастың жалғасуы жаңағыдай екеулеріңізге де байланысты. Бұл жерде бір-бірлеріңізге сезімдеріңізді білдіріп, сондай бір кездесу күтіп тұр алдағы уақытта. Бірақ соның жолын жаңағыдай жігіт іздестіруде. Бұл жерде қарым-қатынастан кездесуден әбден шаршаған болып тұрсыз. Жаңағыда кездескіңіз келіп, алдағы уақытта асығыстық жасамау керек негізі бұл жерде. Бірақ кездесу орын алады. Ары қарай не болады? Көрейік. Жігіттің өте мінезді, жігіт мінезі бар. Жігіттің негізі өткен қарым-қатынаста өткен өмірі де бар, соны ойлайды. Бұл жерде жігіттің мінезі бар, сізді армандайды, қиялдайды, сізбен кездескісі келеді, бірақ қаражат мәселесін күтуде. Бұл жерде жігіттің де бір уайымы бар сияқты.
қандай уайым екен, көрейік. Жігіт ажырасқан болуы да мүмкін. Сол бұрынғы әйелін ойлайды десем де болады. Соған да тағы бір сезімі ашылу үстінде десем де болады. Енді сізді жақсы көреді ме деген сұраққа ашайық. Сізді жақсы көреді ме? Сізді ойлайды ма, жақсы көреді ме? Барлығын жаңадан бастағысы келеді, бірақ бұрынғы қарым-қатынасы оны жібермей тұр қазіргі уақытта. Может, бұл келіншек бұл жігітке қайтадан табысудың жолын іздестіру үстінде ма, сондай нәрсе болып тұр. Жігіттің басы жаңағыдай басын айналдыру үстінде десем де болады, бұрынғы әйелі. Бұл жерде сізден айырылып қалмайын деген сияқты бір қорқынышы бар. Жаңағыда қорқыныш дедім ғой жаңа жігітте. Сол бір айырылып қалу, бір нәрсесінен жаңағыдай өзіне қымбат нәрседен айырылып қалу деген сияқты карта шығып тұр. Сізден қорқады. Сіз оған қазір құпия болып тұрсыз. Барлығын жаңадан, өмірін жаңадан жақсартып бір бастағысы келеді, бірақ ойында бір тупик болып тұр да. Қандай бір шешім қабылдайтынын білмей. Сізге деген сезімі бар, алдағы уақытта кездесу орын алады, бірақ жігітті жаңағыдай бұрынғы өткен қарым-қатынасы мазалайтын сияқты. Бұл жерде жігіт алимент төлеуде мүмкін, бұрынғы әйелінен бала шағасы болса, сондай бір тараз карта шықты да, тараз сот. Сізді әлеуметтік желіден, жаңағыдай WhatsApp желісінен бақылап отырады. Жігіт негізі көп нәрсе жаңағыда қиыншылық өткен басынан, сондықтан бір қадамды асықпай жасағысы келеді. Негізі өтірік айтатын да тұстар бар жігітте. Асық жасағысы келмейді қандай да бір шешімді. Сіздің де мінезіңіз бар, екеулеріңіздің де мінездеріңіз бар. Бір-бірлеріңізді ренжітіп қоюыңыз да мүмкін. Мына жерде мінезіңіз бар деген себебі мына жерде қылыш ұстап тұрсыз. Бұл негізі оқудың, сондай бір обучение дейміз ғой, жаңадан білім алудың деген сияқты да білдіреді, бірақ бұл әйел адамның, қыздың мінезін де білдіреді. Жігітке келетін болсақ, бұл жерде жігіт қазір өзін жеңіл сезінгісі келеді, бірақ мойнында бір ауыр жүктер бар, қарыз деген сияқты, жаңағыдай кредит, болмаса бір ақша беру, қарызын тарату деген сияқты бір қаражат мәселесіне күтуде. Соны жаңағыдай жаңағыдай айттым ғой, бұл жерде жігіт біреуге қарыз беруі мүмкін, отбасы жағдайына байланысты. Жаңағыдай айтып жатырмын, алимент деген сияқты сондай нәрселер шығып жатыр жігітте. Қазіргі уақытта сіз оған құпия болып тұрсыз. Мына жерде сізден де айырылып қалғысы келмейді, бірақ асықпай шешім қабылдайды. Осы менің түсіріп жатқан видеоларым қызық болса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер де бұл расклад сіздерге сәйкес келмесе, келесі видеоны күтіңіздер деп айтқым келеді. Осымен менің видеом аяқталды. Қош сау болыңыздар.